Шайтан ұнатқан жеңге. Екінші бөлім. Әупірімдеп жүріп, кезекшілігін өткізді. Бұл түн өзгеше ұзақтау болды. Үйіне келіп бірер сағат көз шырымын алып, үй шаруасына кірісетінін білетін ата енесі де, сұрланып кеткен келіндерінің өңін қарап, шамасы тыныққаны дұрыс деп топшылады. Бұл уақытта да бір ұйқы асырған соң, Мираның күйгелек болған күйінен ештеңе қалмады. Тек жанында жүрген жолдасы, Темірланды көрсе жүйке шашы шымырлап, сала беретінді шығарыпты. Күнде жаңылмастан өз тізбегін өткізе берді. Ұлы сөздің ұяты жоқ деген, Темірланның алдындағы жұбайлық міндетін атқарудан да қашатынды шығарды. Ер азаматтың көңілі орнында болмаған соң, қалай ода күйі болсын. Жақсы тірліктен шаршап жүрген болар деп, сыртқа серуенге, тіптен киноға барып қайтайық қалаға десе де, алар жауабы біреу, тек қана жоқ болды. Әшейінде ауыз жаппас той дегенде өлең айт таппас, жарының бұл қылығын Темірлан түсіне алмай әлек болды. Басқа күндері оңаша қыдырасыз десе, қос қолдап келісетін жарының неге түкке қызықпай қалғанына ұғына алар емес. Түн ауа, әрлі-берлі аунап, ой түбінен шыға алмай қалған Темірлан, қалың ұйқыда жатқан жарының арқасынан құшақтап, мойнынан сүйе бергені сол еді. Селк ете қалып сондай бір күшпен Темірланның құшағынан суырылып шықты. Кәдуілгі жарының түн ортасында бұлай тырысып қалғанына ызаланып, бетін бері қаратып сөйлеспек болған еді. Шыңғырып, тыныштық бер деп айқайды салып жіберді. Амалы жоқ, қарт ата-ана мен бала шағаның тыныштығын бұзбайын деп теріс бұрылып жата қалды. Ол ма, үй ішіндегі келіншегінің жүріс тұрысы да көзіне оғаш көрініп, одан әрмен сарсаңға салып қойды. Мираның бойындағы жағымсыз өзгерісті енді бәрі де байқады. Тіптен жұмыс жасайтын мекемесіндегі әріптестері де қорқайын деді. Өзінен өзі отырып алып күліп, бірде ыңырсып жылап, әйтеуір адам түсінбес оғаш мінездерді көрсете берді. Ал енді кейде тыныштала қалып кәдімгі адамша баяғыда қалпына түсе қалады. Сыныптай сырғып өткен сағат адамға бағынған ба, арада зу етіп көзі ашып жұмғанша бір ай өте шықты. Темірланның да жұмысына баруы керек. Жарына көңілі толмастан амалы құрып бақталық жұмысына жол жүріп кетті. Іштей келген соң міндетті түрде сөйлесемін деді. Тіптен ауылдағы жақсы араласатын таныс жігітке жеңгеңді қарап жүрші, бір апта жүріс тұрысын байқап маған хабар беріп отыр деп тапсырма беріп қолында құралақан қалдырмай кеткен еді. Мираны сырттай аңдып жүрген бұл жігіт бір апта ішінде жеңгесінен оғаш қылық байқамады. Яғни жүріс салған әйел емес деп көңіліне күдік ұялаған Темірланның күдігін сейілтіп бар шынын айтты. Ер азамат емес пе, жарының жанына жуымай жүргенінен көңіліне секем алып қалған, бәлкім басқа біреуі бар деп ойлады. Алайда Мираның қылығы бұған қарамағайшы. Яғни бет алды телефонға телмірмей, сөйлеспей, артық сәнденусіз бәз баяғы қалпында жүр. Бір аяғы үйде, бір аяғы жұмыста болғаны болмаса, мұндайда адам өзінің ішкі сезімін біреуге айта алмайды да екен. Ең ауыры осы. Бүгінде жұмыстан келіп зіл басқан денесін сүйретіп жүріп, кешкі ас қамына кіріскен. Кейін барлығын жайғастырып болған соң ұйқыға жатпақ болды. Бала шағасы біраздан бері ата енесінің орталарына жататын. Бөлме есігін ішінен кілттеп алған Мира өзін басқарудан қалды. Жастыққа бас қойғаны сол, ұйықтап қалған екен. Кенет өңі түс екені өзіне беймәлім, бірақ өңінде нұрланып келген жолдасын көрді. Қолдарынан сипалап, қолын ұстап қысқаны мұның нақ есінде. Әуелі мойнынан иіскеп құшақтаған еді. Сондай бір хош иіс мұны елтіп алып кетті. Ұйқылы ұяу солайша жарымен бірге тән ләззатына бөленіп жатты. Ертеңіне таң атып, ұйқысынан оянғанда әлгі өзгеше әтір иісі Мираның да денесіне сіңіп қалған көрінеді. О тобай, түсім болды-ау, әйтпесе Темірлан жұмыста еді ғой деп, кешегі болғанды есіне алып, ойланып жатып таңғы ас қамына кіріспегенін біліп, дереу орнынан тұрып, ас бөлмеге жүгірді. Содан не керек, Мираның өмірінде осы жағдай жиі қайталана берді. Бастапқыда не болғанын білмей жүрсе де, көп ойланғысы келмейтін. Жолдасы жақта, үй ішінде де тіптен жұмыста да жап-жақсы жүретін Мира
Жұмыстан қалай Темірлан оралса, солай адам түсінбес оғаш қылықтарын көрсете берді. Бір күні Темірлан ащы суға тойып алып, әйелін таяқ астына алды. Сенің біреуің бар ма? Мені көрсең жын көргенде құтыратындай, сен немені басынайын дедің бе? Кім ол айтқане деп тепкілеп, көғалы қойдай етті. Әрине, Мирада қалыс қалып жатқан жоқ. Өзін барынша қорғап, жұдырық тигізбеу үшін соққыларды тосып ақ жүр. Бір уақытта Мираның көзі қызарақтап, есін білмейтін Темірланның өзіне атылды. Тіптен әйелінің қалайша қара күш иесіне айналып кеткенін түсінбей әлек. Мас күйде болса да, өзіне тиген жұдырықтың әйел емес, құдды 10 еркек жабылып сабап жатқандай көрінді. Жатын бөлмедегі шудан ата-апа оянып кетті. Сырттан қарап тұрып олар жағаларын ұстады. Бір қолымен Темірланды көтеріп, әрлі-берлі соғып жатыр. Шыдай алмаған ана, әй деп ауыз жиғанша болмады. Келіндері Мира атылып кеп, ас бөлмеге жүгірді. Қолына пышақ алып, жолдасы Темірланға беттеді. Дәулеш апа, Дәмеш апа, зар еңіреп жылап тоқтатуын сұрап жүр, шыр-пыр болып. Балам, ана даусы, зар еңіреп жылап, мұңын есеңгіреген есін жинатқандай. Қараса, пышақ алып өзіне қарай ұмтылып келе жатқан әйелін көрді. Расында, Темірлан қорқайын деді. Осы кездегі әйелінің түрін көріп барып, оған бір нәрсе болғанын ұққандай. Оңды-солды пышақты сермеп жүрген Мираның түрі түгілі даусы да өзгеріп кеткендей. Темірланның жан сауғалап далаға қарай қаша бергені сол еді. Асқан жылдамдықпен ізінен ілесіп, ұмтыла шыққан Мира күйеуінің арқа тұсына пышақты сұғып алды. Жерде қанға малынып Темірлан жатты. Бәрі де көрген түсте тез бола қалды. Мира болса сұлқ түсіп жерге құлап, есінен таңып қалды. Ата мен апа қорқып енді не істерлерін білмей әлек. Жедел жәрдем шақырып, Темірланды алып кетті. Ізін суытпай тәртіп сақшылары да келіп, түсінік жұмыстарын алып жатыр. Мира бұл кезде есін жиып, есі ауысқан адамша мең-зең болып отыр. Түсініктемеге сәйкес, Мираның пышақ тыққаны дәлелденіп, тергеу бөліміне алып кетті. Ортада аңырап жылап, қарт атам мен апа тірідей жетім атанып әке шешесін іздеп, зар жылап шиеттей балашаға қалып қойды. Бөлімшеге келгенше есі ауысқан адамдай көрінген Мираны жынданып кетті деп психбольницаға жөнелтті. Түнімен ойланған Қасымхан ата мен Дәмеш апа келіндерінің оғаш қылықтарын еске түсіріп, енді ғана бір байламға келді. Бәлкім оны молдаға оқытармыз деген. Ертеңіне көршілерге бала-шағаны аманаттап, әуел ауруханаға ұлдарының хәлін білуге барды. Есін жинап өз-өзіне келген екен. Ата-анасымен көріскеннен кейін кешегі болған жағдайды тағы да бір қайтара айтып, бұл менің әйелім емес деп жиі айтты. Ата мен апа ауруханадан шыққан соң, келіндеріне барып сол мекеменің басшысымен сөйлесіп бар жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз деп, әзер дегенде арада 3 күн уақыт өткенде келіндерін өздерімен ертіп кетеді. Заң өкілдері есінен адасқан деп үкім шығарып, оның үстіне жарақаттанған адамның жеңіл жарақат алып тез есін жиюымен істі тез жауып тастады. Ауруханадан қолхат жазып жақсы екенін айтып, ертелік Темірлан да үйіне шығып кетті. Бірақ жарымен ілеспей ата-анасына ескертіп, олардың соңынан ілесіп молдаға келді. Молда Мираны қарап, сүрелер оқып бастағаннан ақ шыңғырып талып қалып, өз-өзін ұрып түсініксіз қылығын көрсете берді. Сонан соң әлгі молда жанына 3 молданы шақырып, ата мен апаны шығарып жіберіп, Мираны қайта оқи бастады. Осы сәтте Темірлан да ішке кіріп, жарының жанынан табылды. Құран оқылған сайын қинала түскен жарының тәнін көріп, көзінен жас парлап шықты. Неге ертерек білмедім деп, іші өртеніп күйінді. 3 молда 3 сағат ауысыммен дем салды. Сонан соң Мира ұйықтап қалды. Сыртқа шыққан Ернар есімді молда ата мен апаға жағымсыз жаңалық айтты. Әрине мұны Темірлан да естіп тұр. Келіндерінің үшін оттан жаратылған үй алап алғанын айтты. Яғни үлкен жын кіргенін және келіндеріне ғашық болғанын, сол себепті осындай жағдай орын алғанын айтты. Әлі Шәріп Мираны ұнатқаны сонша, Темірлан да одан қатты қызғанған. Отбасында болып жатқан келеңсіз жайттарды естіп, Темірланның қос бауырлары ауылға келді. Молдалар бұл бір күнде біте салатын іс емес,
ұзақ уақыт ем-шара жүргізу керектігін айтты. Алғашқы дем салған күні Мира бірден жақсара қоймады. Көзіне жолдасы Темірлан көрінсе болды, жыны қозып, шыңғырып оған тарпа бас салып жүр. Абырой болып, екі қайнысы екі жақтап ұстап молдаға қайта жетектеп алып келді. Осындай арпалыспен бұл отбасының өмірі бір айға жуық жалғасты. Мираның ішіне кірген жын өте үлкен жастағы, сондай-ақ оны қатты ұнатқан көрінеді. Қайта дәл уағында келіпсіздер, соның өзінде ол күйеуіне қастандық жасап үлгерді. Құдайдың өзі қарасып, аман қалған екен, деді молда кісі. Шыны керек, бұл уақытта ана мейірімін көре алмай, кішкентайларда көңілсіз болып кетті. Жарына алаң қаққан Темірлан да, вақталық жұмысының кезегі келгенде, басшылықтан рұқсат сұрап бармайтын болды. Ата мен апа болса, қалайша бұндай жағдайға түстік, бірдемде сергелденге салындық-ау деп күйінді. Тек бұл жағдайды Мираның төркініне естірпеді. Оңайға соқпас оларға деп айтпады. Араға бір ай салғанда барып, Мирадағы жақсы жаңалықты барлығы естіп қуанды. Сондағы молда кісі Мираға екінші қайтара ішімдік ішпеуін, жалаңбас жүрмеуін өтінді. Ал қазір Мира тіптен жиын тойларда да аузына ұрттап алмайтын болды. Қуаныш қызықтарда баяғы шаш сәндеп жүруін тоқтатты. Себебі жалаңбас жүрген әйелдің шаштарына шайтан жабысып алады екен. Адам болған соң түрлі жаман жер басып кетеміз бей уақытта. Кешқұрым апақ-сапақ сәтінде жалаңбас жүрген әйел кісілердің шашына шайтан қызығады екен. Мен де молда аузын естігенде таң қалдым. Бірақ өз басым өткен соң сенбеске амалым болмады. Сондықтан өмірімде тәубе арнасынан бұрған осы оқиғаны сізге айтуды жөн көрдім. Керек адам сабақ алар, ой түйер. Менің халімді естіген қайынсіңілім де үлкен сабақ алды. Жастарға елітіп орамалсыз жүрген ол, қазір басынан орамалын тастамай, әуреті жерлерін орап жүреді. Бір жағы осы, аякөздің айтуымен де әңгіме жарыққа шықты. Осымен әңгіменің соңы. Мені қолдап, тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар.